Құрметті әріптестер, бұл видео презентацияда қазақ тілін өзге тілді аудиторияда оқыту барысында жаңа сөзді меңгертудің әдіс-тәсілдеріне тоқталатын боламын. Жаңа сөздерді қалай таңдау деген сұрақтан бұрын, оны қайдан алу керек деген сұраққа жауап іздеуіміз қажет. Себебі ең алдымен сөздерді пайдалану ресурстарын таңдау, іріктеу өте маңызды. Ал жаңа сөздерді қайдан аламыз? Алдымен ұсынылған оқулықтан аламыз, себебі мұнда ауызша және жазбаша мәтіндер, грамматикалық құрылымдар және жаңа сөздер қамтылған. Екіншіден, қосымша материалдар арқылы. Ол мұғалімнің өзінің таңдауымен немесе белгілі бір оқу орнының дайындаған материалда болуы мүмкін. Оның ішіне мәтіндер, рөлдік ойындар, әңгімелер, жаттығулар, видеолар, тағы да басқа материалдар жатады. Үшіншіден, оқушылардың сұранысы сөздер мен ұғымдарды үйретуді қажет етуі мүмкін. Себебі олардың қажеттіліктері, оларға қойылатын талаптар немесе тілді қолданудағы қателіктерді алдын ала болжап үйрету мүмкін емес. Төртіншіден, әрине лексикалық минимум. Оқу бағдарламасында негізінде жасалған құжат, жиілік сөздік негізінде жасалып, қажетті сөздердің жиынтығын қамтиды. Таңдалған сөздер пайдалы болу керек деген ұғым бар. Алайда оның тиімді болу керектігі нақты қалай білеміз? Себебі сөздерді үйрету жағдайы әртүрлі болуы мүмкін. Бір жерде оқытуда тиімді болып көрінген сөздер екінші бір жағдайларда тиімсіз болуы мүмкін. Таңдалған сөздердің маңыздылығын өз сыныбыңыздағы жағдайды ескере отырып, төмендегі критерийлермен байланыстыра аласыз. Біріншіден, сөздердің жиі кездесуі. Жиі кездесетін сөздер тізбегін таңдауда материалдардағы сөздердің жиілігі туралы мәліметтер мен олардың оқушыларға қажеттілігін басшылыққа алған жөн. Екіншіден, мәдениет факторлары, табиғат пен қоршаған орта, дәстүрлік ерекшеліктер, сол жердің әлеуметтік мәдени деңгейіне байланысты маңызды тақырыптар аясында сөздерді беру керек. Үшіншіден, оқушылардың қажеттілігі мен деңгейі. Оқыту мақсаты мен оқушылардың тілдік деңгейі ескерілу қажет. Яғни салыстырмалы түрде қажетті сөздерді үйретіп отыру өзінің тиімділігін қамтамасыз ете алады. Төртіншіден, сыныпта қолданылатын тіл. Яғни мұғалім сабақ түсіндіруде қолданатын сөздерін сыныпқа сай икемдеу немесе белгілі бір жаттығуды орындау кезінде нұсқалық сөздерді үйрету керек. Мысалы, жазайық, оқиық, жаттығуды орындайық деген секілді сөздер. Қанша сөзді оқытқан дұрыс? Лексикалық минимум бойынша әр сабаққа кемінде 2 сөз оқыту ұсынылады. Ал зерттеулер әртүрлі сандарды көрсетеді. Сол зерттеулердің біріне тоқталып көрелік. Бір сабақ 40 минут ішінде 8 пен 12 аралығындағы сөздерді үйрету керек деп тұжырымдалады. Және деңгейі төмен оқушылар аз көлемді сөздер, ал деңгейі жоғары оқушылар үлкен көлемді сөздерді алуға болады. Сандық көрсеткішпен төменгі деңгейдегі оқушылардың продуктивті сөздерді игеру мөлшерін есептегенде 170 сағатта 1360 шақты сөз игереді екен. Әрине, бұл жерде сыныптың қазақ тілін меңгеру деңгейі үнемі ескеріліп отырылу керек. Жаңа сөздерді үйретудің әдіс-тәсілдеріне тоқталып кетейік. Алдымен визуалды техникаларды қарастырайық. Оларға көрнекі құралдар жатады. Яғни белгілі бір сөзді үйреткен кезде олардың суреттерін көрсетуге немесе заттың өзін ұсынуға болады. Екінші, мимика жесті қолдану. Әсіресе қимыл қозғалыс эмоцияны көрсеткен кезде бұл әдіс өте тиімді. Вербалды техникаларға тоқталып өтсек, белгілі бір жағдайды түсіну арқылы түсіндіру. Әсіресе дерексіз абстракты сөздер түсіндірген кезде бұл өте тиімді әдіс. Сонымен қатар синонимдер мен сөздердің анықтамасын қолдану. Бұл жерде синонимдік сөздерді немесе түсіндірме сөздіктерді қолданып та жаңа сөздерді үйретуге болады. Одан кейінгі бір тиімді әдіс салыстыру және антонимдерді қолдану. Сонымен қатар таразылау әдісі. Бұл жерде мағынасы жуық сөздерді салыстыра отырып, мағынасына қарай деңгейлеп отырып түсіндіру. Мысалы, кестедегі қоңыр салқын сөзін алып қарастырайық та, өзіне жақын сөздермен салыстырып көрейік. Егер ауа райы көрсеткіштерімен салыстыратын болсақ, қоңыр салқын бұл әдетте жылы кезең, плюс 10-15 градус. Ал салқын бұл 0 градус болуы мүмкін. Суық минус 15-20 градус болуы мүмкін. Аяз 30-40 градус болуы мүмкін. Сөйтіп отырып, оқушыларға деңгейлеп әр сөздің мағынасын, реңкін түсіндіруге болады. Сонымен қатар келесі әдістерде басшылыққа алуға, мысалы жинақтау әдісі.
көкөніс, жеміс сияқты жалпы зат есімдерді түсіндірген кезде соларға жататын сөздерді, суреттерді көрсетіп, оларды топтастыру арқылы жалпы атауына анықтама беру. Содан кейінгі бір әдіс аудармаларды қолдану. Кейбір сөздерді түсіндіру көп уақыт алуы мүмкін. Сол кезде ең оңай жолы аудармасын беру. Бірақ кейбір аудармалар нақты мағынаны бере алмауы мүмкін. Сонымен қатар сыныпта тым көп аударманы қолдану оқушылардың өз ана тілдеріне сүйеніп алып, екінші тілдік ортаның атмосферасын сезіне алмауы мүмкін. Сол себепті оқушылар тіл үйренгенде ақпаратты тек қазақ тілінде ғана алуы қажет. Таразылау әдісіне сипаттама беріп көрелік. Мысал ретінде графикті ұсынамыз. Бұл графикте тігінен көңіл күйді білдіретін сөздер берілген, ал көлденеңнен апта атаулары берілген. Оқушылар көңіл күйді білдіретін сөздердің эмоциялық реңкін түсіндіру үшін әр сөзге назар аударту сұралады, және әр сөз бір-бірімен салыстырмалы түсіндіріледі. Мысалы, бақытты сөзі риза сөзіне қарағанда сезімнің жоғары күйін білдіреді. Тапсырма ретінде оқушылар өткен апта бойынша көңіл күй шкаласын толтыру ұсынылады. Әр оқушы апта күнін белгілеп болған соң бір-біріне түсіндіреді. Бұл слайдта оқушы жауабының үлгісі берілген. Бұл жерде әр сөздердің реңктік мағынасын түсінсе, әр қолдана білуді үйренеді. Сонымен қатар графиктік ақпаратты сипаттай білу дағдысын қалыптастырады. Сипаттай барысында қосымша ретінде жедел өткен жақты қолдану тапсырмасын беруге де болады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.